9 сынып алгебрадан қорытынды аттестаттау нөмірі 11 тапсырмадан бастап 15 тапсырмаға дейінгі аралықтағы тапсырмалардың В бөлімі бойынша жауабы шығарылу жолымен. В бөлімі бойынша 11, 12, 13, 14 және 15 есептер берілген және бұл есептердің әрқайсысына жеке-жеке балл қойылған. Осы есептердің шығарылу жолдарын қарастырып өтеміз. 11 есепте бізде берілгені А-ның n-ші мүшесі тең В 3n қосу 5 формуласымен арифметикалық прогрессия берілген S 50-ді табыңыз деп берілген. Біз бұл жерде дайын бізде формула А n-ші мүшесі тең 3n қосу 5 беріліпті. Сондықтан біз S 50-ші мүшесін табу үшін мына формуланы қолданамыз. S-тің n-ші мүшесі тең А1 қосылған AN бөлінген 2 көбейтілген n формуласын қолданамыз. Бұл жағдайда біз А1-ші мүшесін және AN-ші мүшесін табуымыз керек. Сондықтан да жалпы формуланы қолдана отырып А1-ші мүшесін табамыз. Ол үшін n-ға 1-ді қоямыз. Сонда 3 көбейтілген n орнына 1 қосылған 5 тең болды 8-ге. Сонда бізде бірінші мүшесі 8-ге тең. Енді 50-ші мүшесін табамыз. А50 тең 3 көбейту n орнына 50 қосылған 5. 3 жердегі 50 150, оған 5 қоссам 155. Сонда А50-ші мүшесі 155-ге тең болды. Олай болса SN-нің формуласын қолдана отырып есептейміз. S50 тең А1 қосу AN бөлінген 2 көбейту n тең 8 қосу 155 алымында бөлімінде 2 көбейту 50. 8-ге 155 қоссам 163, 50 мен 2-ні қысқартатын болсам 25. Сонда 163-ті 25-ке көбейтетін болсақ 4075 шығады екен. Онда бізде жауабында S50-ші мүшесінің қосындысы 4057-ге тең. 12-ші есепте бізде берілгені көп мүшені көбейткішке жіктеңдер. X квадрат минус 12 x y қосу 36 y квадрат минус z квадрат. Бұл жағдайда бұл көбейткішке жіктеу үшін мынадай формулаларды қолданамыз. 7-ші сыныпта өткен қысқаша көбейту формуласынан 2 өрнектің айырымының квадраты тең 1-ші өрнектің квадраты азайтылған 2 еселенген 1-ші және 2-ші өрнектің көбейтіндісі қосылған 2-ші өрнектің квадратына деген формуланы және 2 өрнектің квадраттарының айырымын табу формуласы. Бұнда А минус В көбейтілген А қосу В. Бізде берілген x квадрат минус 12 x y қосу 36 y квадрат минус z квадрат. Бұл жағдайда x квадрат минус 12 x y плюс 36 y квадратты бірінші жазылған формула бойынша 2 өрнектің айырымының квадрат түрінде келтіреміз. Сонда жақшаның ішінде x минус 6 y-тің квадраты минус жақшаның сыртында z квадрат. Тағы да екінші формуланы қолдана отырып жазамыз. x минус 6 y-тің квадраты минус z квадрат тең екі жақшаны көбейтіндіс түрінде алатын болсақ, x минус 6 y минус z көбейтілген x минус 6 y қосу z. 13-ші тапсырмада берілген сыныптағы оқушылардың 13-ші ұлдар, ал 12-сі қыздар. Абай оқулары сайысындағы сыныптан 2 ұл және 2 қызды қанша тәсілмен таңдауға болады? Бұл есепті шығару үшін комбинаторика есебі таңдау тәсілдерінің саны комбинация формуласы арқылы табылады. СНК тең n факториал бөлінген k факториал жақшаның ішінде n минус k факториал деп теорилер формуласын қолданамыз. Бірінші ұлдарды таңдау үшін С13-2 тең 13 факториал бөлімде 2 факториал жақшаның ішінде 13 минус 2 факториал болады. Бұл жерде жақшаның ішінде 13 минус 2-де 11 болады. Сонда 11 факториал мен 11 факториал қысқаратта 12 көбейту 13 болады. Алымында бөлімінде 1 көбейтілген 2. Көбейтіп бөлетін болса 78 шықты. Қыздарды таңдауда бізде қыздар 12, 12-ның екісін аламыз. Сонда алымында 12 факториал, бөлімінде 2 факториал, жақшаның ішінде 12 минус 2 факториал. Бұл жерде жақшаның ішінде 10 факториал шығады, ол алымында 10 факториалмен қысқарады. Сонда
алымында 11 көбейтіп 12, бөлімінде 1 көбейтіп 2. Бұл жерде көбейтіп бөлетін болсақ 66 шықты. Олай болса жалпы қасиетті қолданамыз. С13-те 2-ні көбейтеміз С12-де 2-ге, сонда 78 66-ға көбейтетін болсақ 5148 шықты. Олай болса, таңдау тәсілі 5148-ге тең екен. 14-ші тапсырмада берілгені тепе-теңдікті дәлелдеңіз. Бұл жерде тригонометриялық өрнек берілген. Сол жағында синус квадрат альфа, жақшаның ішінде котангенс альфа қосылған 2, көбейтілген екінші шақшада 2 котангенс альфа қосылған бір жақша жабылған минус 2 тең 5 синус альфа көбейтілген косинус альфа. Бұл жағдайда біз сол жағына түрлендіре отырып, оң жағындағы 5 синус альфа көбейтілген косинус альфаны шығаруымыз керек. Бізге ыңғайлысы сол жағын алып түрлендіріп, оң жағын шығару. Сондықтан да біз бұл жағдайда синус квадрат альфаны өзін жазып қойып, екі жақшаны бір-біріне көбейтеміз. Жақшаларды көбейту ережесін қолдана отырып жазамыз. Сонда синус квадрат альфа жақшаның ішінде 2 котангенс квадрат альфа қосылған 4 котангенс альфа қосылған котангенс альфа қосылған 2. Жақшаның сыртында минус 2 тең. Жақшаның ішін жинақтаймыз. Сонда синус квадрат альфа жақшаның ішінде 2 котангенс квадрат альфа плюс 5 котангенс альфа қосылған 2, жақшаның сыртында минус 2 тең. Әрмен қарай жақшаны ашып, жақшаның ішін синус квадрат альфаны жақшаның ішіндегі үшеулерге көбейтеміз жеке-жеке. Сонда 2 синус квадрат альфа көбейтілген котангенс квадрат альфа қосылған 5 синус квадрат альфа көбейтілген котангенс альфа қосылған 2 синус квадрат альфа минус 2 тең. Әрмен қарай 2 косинус квадрат альфа, бұл жерде котангенс квадрат альфаны ашып жазамыз. Сонда ол синус квадрат альфаны косинус квадрат альфаға синус квадрат альфаға қатынасын екен. Сондықтан синус квадрат альфалар қысқарады да бізде 2 косинус квадрат альфа қалады. Қосылған. Бұл жағдайда котангенс альфаны ашып жазамыз. Ол косинус альфаның синус альфаға қатынасы. Сонда синус альфа мен синус квадрат альфа мен синус альфа қысқарады. Сонда 5 синус альфа көбейтілген косинус альфа қалады. Қосылған 2 синус квадрат альфа минус 2 тең. Бұл жағдайда 2-дегі көбейтіш жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда бұл жерде 2 косинус квадрат альфа мен 2 синус квадрат альфамыз жинақтаймыз, және 2-дегі көбейтіш жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа қосылған 5 синус альфа көбейтілген косинус альфа минус 2. Жақшаның іші бізге 1-ді береді формула бойынша. Олай болса 2 көбейту 1 қосылған 5 синус альфа көбейтілген косинус альфа минус 2 тең. 2 мен 2 бұл жерде 0 береді. Сонда 5 синус квадрат альфа көбейтілген косинус альфа қалды. Сол жағында біз шығардық 5 синус альфа көбейтілген косинус альфа тең. Оң жағында 5 синус альфа көбейтілген косинус альфа. Олай болса тепе-теңдік дәлелденді. 15-ші тапсырмада берілгені қалалық семинарға 53 қатысушы келді. Жаратылыстану бағытындағы қатысушылар 5 адамнан, қалғандары 3 адамнан топтарға бөлінді. Барлық топ саны 13 болса, онда 5 адамнан және 3 адамнан неше топ құрылған? Біз шартын құрамыз есептің. Барлық қатысушы саны 53, топ саны 13. Сонда біз мынадай теңдеу құрып аламыз. Теңдеулер жүйесін. 5x қосу 3y тең 53, x қосу y тең 13. Бұл теңдеулер жүйесінен бірінші теңдеуді сол қалпында жазып, екінші теңдеуден y-ті x арқылы өрнектейміз. Сонда y тең 13 минус x. Бұл y тең 13 минус x-ті бірінші теңдеуге апарып y-тің орнына қоямыз. Сонда 5x қосу жақшаны ашып бірден жібереміз. Сонда 39 минус 3x тең 53-ке. Бұл жерде жинақтаймыз. 2x тең 39-ды сол жақ оң жаққа шығарамыз. Минус 39 болады. Сонда 2x тең 14-ке, x тең 14 бөлінген 2-ге. X тең 7-ге. Біз x-ті тауып алдық. Оны апарып қоямыз орнына. Сонда y тең 13 минус 7 тең 6-ға. Олай болса жауабы 5 адамнан құралған топ 7, 3 адамнан құралған топ 6.